Тепкішбек тағы алдымнан шықты ғой. Осы қашанғы тебініп жүреді екен. Тебетін бірдеңе көрсетші. Ана тауға барсаңшы, не көп, тас көп, құмарың қанғанша тебесің. Онымды ешкім көрмейді ғой. Сенің тепкеніңді біреу көріп тұруы керек пе? Әрине, бірдеңені теуіп жатқанда оны біреу қарап тұруы керек қой. Мен сонда ғана рахаттанам. Тепкішбекті мақтаса, тепкішбекті жақтаса, өзін-өзі тебеді, түк ештеңе таппаса. Маған тебетін бірдеңе болса, оны біреу көріп тұрса. Тепкішбек, сен қазір мені тебесің. Сені? Я, мені. Ал мен оған дейін осыны көріп тұру үшін полицияны шақырып келейін. Ойбай, оның керегі жоқ. Ол мені қамап тастамай ма? Мен сені теппеймін. Онда анау өсіп тұрған ағашты тепсеңші. Жоқ. Өткенде қой дегенде қарамай теуіп кетпедің бе? Полиция көретін болса, сені де ағашты да теппеймін. Полиция кеп жолықта, тепкішбегім қорықты. Ештеңеге тиіспей енді ақылды болыпты. Тепкішбек, жаман әдетті қоятын болдың ба? Ойланайын. Ойланғаның дұрыс. Ойланып істесең опық жемейсің, тепкішбек. Емен ата, сәлеметсіз бе? Өзің де сау бол, айналайын. Тағы да асығыссың ғой. Емен ата, мені жаңа бір досым қонаққа шақырған, соған бара жатырмын. Жөн. Досың қандай ұлттың өкілі сонда? Емен ата, ол орыс деген ұлттың өкілі. Онда тамырың екен ғой. Тамыр деген тек ағаштарда болмай ма? Сен баласың ғой. Тамыр деген сөздің тура мағынасынан басқа ауыспалы мағынасы да болған. Сонда қалай, Емен ата? 300 жылға жуық уақыт бойы қазақтар мен орыстар бір-бірімен араласып өмір сүрді. Әр қазақтың орыста, әр орыстың қазақ ішінде ерекше досы болды. Міне осындай достықты екі жақ ортақ сөзбен тамыр деп атаған. Жақсы сөз екен. Мен де орыс досымды тамыр дейтін шығармын. Екі халықтың құрлықтағы шекарасы әлемдегі ең ұзын шекара болып саналады. Бірақ оған ешқашан темір тікен орнатылмады. Екі арада ғасырлар бойы сауда-саттық қызу жүріп жатты. Қазақтар орыстарға мал мен мал өнімдерін саудаласа, өздері орыстардан тұрмысқа қажетті темір бұйымдарын сатып алды. Ең керек нәрсе самауыр болды. Емен ата, самауыр деген не? Оның не екенін қазір орыс тамырын көрсетеді, балам. Емен ата, онда мен кеттім. Бара ғой, балам. Сәлеметсің бе? Сәлеметсің бе? Қош келдің. Мен орыс халқының дәстүрімен таныссам деймін. Менің атым Валентина. Қысқартып, Валя дейсің. Саған орыс халқының мәдениетін, тарихын, өнерін көрсетуге әзірмін. Тамаша болар еді, Валя. Орыс халқының күнтізбесінде ерекше күндер көп. Жылдың әр күні бір атқа арналған. Айталық бізде Лазарев жексенбісі аталатын күн бар. Орыстар ол күні не істейді, оны қазір көресің. Мына суретке қарасаң, бәрі түсінікті болады. Әр халықтың өзінің ырымдары болады. Және ондай ырымдар сақталатын болса, үй иелеріне ырыс пен құда келеді. Орыс халқында мұндай игі тілекпен істелетін ырым салттар баршылық. Деревняларда жыл сайын Лазарев жексенбісі аталып өтеді. Ол күні әрбір отбасында қанша мүше бар, сонша нан пісіріледі. Осы нан иленген кезде біреуінің ортасына бақыр тиын салынады. Пешті жақсылап қыздырған соң, оған табадағы нандар салынады. Барлығы енді нанның бетінің қызарып пісуін күтеді. Отбасы мүшелері піскен нанды бір-біреуден ұстайды. Пештен шыққан ыстық нанның бәрі бірдей болып тұрады. Отбасының қай мүшесі өз нанынан бақырды тауып алса, болашақта бақытты болады. Әсіресе әлі күйеуге шықпаған қыздар осы бақыры бар нанды тауып, бақытты отбасын құруға тырысады. Өте қызық дәстүр екен.
нанның ішінен бақыр іздеген. Иә, бақыры барынан саған бұйырса бақытты боласың. Лазарев күнін күтетін болам, Валя құрбым. Орыстарда мұндай атаулы күн өте көп, досым-ау. Біздің халқымызда түрлі ойындар да бар. Валя, ондай ойындарды балаларда ойнай ма? Ойнағанда қандай? Маған бір ойынды қалай ойнайтынын айтасың ба, Валя? Онда жақсылап қарап ал. Бұл выкоршуна деп аталатын ойын. Қазақша аударғанда жыртқыш құс, яғни қырғи болу деген мағынаны білдіреді. Орыс балаларының ойындары көп. Ол ойындар балаларды тез қимылдауға және жедел шешім қабылдауға үйретеді. Сондай қызғылықты ойынның бірі выкоршуна деп аталады. Ортада бір бала қырғи болады. Қырғи басын төмен салып, төңірекке қарамауы керек. Демек, кімнің қай жақта тұрғанын алдын ала біле алмайды. Оны басқалар қоршап тұрады. Жер шықып тұрған ортадағы баладан басқалары сұрайды: неге жер қазасың? Тиын іздеймін. Тиын неге керек? Үйге мен шөп сатып алам. Олар неге керек? Қап тігем. Қап неге керек? Тас толтырам. Тас неге керек? Сендердің балаларыңа лақтырам. Балалардың жазығы не? Менің бақшамды таптап кетті. Осы сәтте қырғи болған бала шалт қимылдап тұра ұмтылады. Қоршап тұрған балалар дереу қаша жөнеледі. Қырғи біреуін ұстап қалуға тырысады. Кім ұсталса, келесі қырғи сол болады. Қырғи болу қызық екен. Мұнандай ойын балаларға сақтық пен жылдамдықты үйретеді екен. Иә, кез келген ойынның осындай мәні болуы керек. Содан кейін бірлікке, достыққа үйрететін ойын екен. Енді орыстың дәстүрлі дастарханынан дәм татуың керек. Қандай тамақ ішкің келеді? Орыстың ең кең тараған тағамы қайсы? Құймақ. Бізше оны блины дейді. Онда құймақты қалай пісіретінін көрейін. Жарайды. Орыс халқының ұлттық тағамы құймақ. Құймақ құюға әйелдер жас кездерінен шеберленеді. Өйткені бұл халықта көптеген салттар тікелей осы тамаққа қатысты. Арнайы құймақ жеуге келетін де дәстүр бар. Құймақ пісіру үшін оған арналып сұйық қамыр жасалады. Ол үшін су мен сүтке ұнды араластырады. Кей жерде қамырға жұмыртқа қосады. Сосын дөңгелек шойын табаны қыздырады. Табаның табаны өте жалпақ және біркелкі тегіс болуы керек. Астындағы от табаны толық қыздырып тұрғаны жөн. Қатты қызған табаға осы сұйық қамырды бөліп құяды. Ол таба бетіне ешқандай тесік қалдырмай жұқа түрде жайылуы керек. Қамырдың асты пісе бастағанда екінші бетіне ауыстырылады. Піскен құймақтың ортасына ет, ірімшік және басқа дайын қоспалар салуға болады. Құймақтың бетіне қаймақ немесе түрлі тосаптар құяды. Ыстық құймақ орыс халқының сүйікті асының бірі. Мұндай да дәмді тамақ болады екен, Валя? Саған өте ұнады ғой дейм, иә? Ұнағанда қандай? Мен сіздердің ұлттық өмірлеріңізбен таныстым. Рахмет саған, Валентина. Жолың болсын, тағы да келіп тұр.